алаштар туралы, зиялылар туралы, олардың еңбегі туралы бір. Сол кездерде де олар дініне, иманына берік болған дейді. Біз білмейтін Ахмет Байтұрсынұлы қандай негізі? Кәпірді мұсылман қылып салып тансам, тұрмай ма 10 молданың иманына деп жауап берген екен. Армысыз құрметті көрермен, эфирде подкаст. Бүгін біз Алаштың ардақты азаматтары, Алаштың арыстары туралы әңгіме өрбітуді жөн санап отырмыз. Енді сол қайсар мінездің, қайтпас ерліктің арқасында бүгінде біздің өзіміздің ұлттық мұрамыз, ұлттық кодымыз, ұлттық болмысымыз және қазақы тәлім тәрбиеміз осы күйінде жеткені сол азаматтардың үлкен еңбегі, қазақылықты сақтауда, қазақтың еркіндігін сақтауға деген. Сол себепті бүгінгі подкастта біз осы туралы азды көпті әңгіме айтамыз. Олардың еңбегі, ерлігі туралы. Арнайы студия қонақтарымыз Ерзат Төлеш, теолог маманымыз, Маңғыстау облыстық дін істері басқармасының, және Әбіш Кекілбайұлы атындағы облыстық тарихи өлкетану музейінің тарих бөлімінің маманы Жансая Сман. Қош келдіңіздер. Көргенімізге қуаныштымыз. Енді алаш арыстары дегенде әрине бірден Әлихан Бөкейхан бастаған бір топ зиялы қауым көз алдымызға келеді, бірақ енді бізге белгілісі бар және бізге бүгінде белгілі емес, бірақ солардың жанында жүрген біраз азаматтар бар ғой. Енді алаш арыстары дегеннің өзі үлкен бір қалай айтсақ болады, енді бір үлкен ұғым, олардың еңбегі мол. Енді сол туралы алдымен енді тарих бөлімінен келіп отырсыз, тарихтан сыр шертіңіз, алаштар туралы, зиялылар туралы, олардың еңбегі туралы бір азды көпті айта кетіңіз. Жалпы қазір 21 ғасырда біздің жастар болсын, үлкен кісілер болсын, ең үлгі тұтатынымыз осы алаш арыстары тұлғаларымыз. Енді көбіне батыс жаққа еліктеп жатамыз, бірақ қазір біздің еліктейтініміз, біздің үлгі тұтатынымыз осы алаш арыстары, олардың істері. Олардың қоғамдағы алатын орны, олардың еңбектері өте зор. Ол кісілер тек қана бір ғана бағытты ұстанып қана қоймаған, жан-жақты болған. Көптеген еңбектерін оқып қарап отырсақ, мысалы Әлихан Бөкейханның өзі орман шаруашылығы институтында оқып, экономика факультетінде оқыған, бірақ публицистика саласы болсын, ағартушылық болсын, мәдениет болсын, заң болсын, ол кісінің әр еңбектерін қарап отырсақ, мақалаларын соның барлығынан хабар болған. Ал енді Ахмет Байтұрсынұлын қарап отырсақ, ол кісінің жалпы қазақ тілін білімі мен әдебиеттану ғылымының осы нағыз үлгі тұтар маманы, лингвист, түрколог, сонымен қатар мәдениет тарихы еңбегін жазған. Одан кейін Елдес Омаровты алатын болса, ол кісі де геометрияны пішінтану деп аударған, физика. Одан кейін Міржақып Дулатұлыны мысалы біз алғашқы қазақ романының авторы деп айтамыз ғой, ақын ретінде көреміз. Ал бірақ ол кісі есеп құралы еңбегін жазған. Осындай алаш қайраткерлерінің, сонымен қатар Мағжан Жұмабаевты айтайық, ол кісінің педагогика еңбегі, осындай көптеген жастарға үлгі боларлық еңбектер жазып отырған. Бұлардың барлығы енді қазір біз жастардың арасында осы еңбектерді оқитын болса, онда ол алаштықтардың осындай еңбектерін біліп өсу өте маңызды деп ойлаймын. Түсінікті. Енді алаш зиялыларының басты мақсаты бұл қазақ елін құру, қазаққа тәуелсіздікті тарту, яғни өзімен өзі күн көре алатындай. Енді ол кезде де біздің мүмкіндігіміз толықтай болды, бірақ өкінішке қарай сол кездегі сыртқы саясаттың, өзгелердің билік жүргізуінің кесірінен өкінішке қарай біз өзімізге бір бөлек ел болып, мемлекет болып құрыла алмаған бір кезеңдерге түсті. Бірақ енді осы бір қиын кезең болсын, оларды қудалаған кездері бар, қорлаған кездері бар. Енді тарихта жазылған, оның барлығы ақиқат, жасырудың қажеті жоқ. Бірақ сол кездерде де олар дініне, иманына берік болған дейді. Қаншалықты келсіз, қаншалықты алып қосарыңыз бір олардың тақуалығына? Ассалаумағалейкум, армысыздар. Қонаққа шақырғандарыңызға рахмет. Әрине біз осы мемлекеттігіміздің басында осы тәуелсіздік туралы айтатын болсақ, әуелі алаш арыстарын еске аламыз. Себебі мемлекет құрудың бастапқы қадамдарын, алғашқы қадамдарын, тәуелсіз мемлекет құрудың, демократиялы мемлекет құрудың алғашқы қадамдарын жасаған ол біздің алаш арыстарымыз. Әлихан бастаған ұлт көсемдері болды. Енді кейде алып қашпа сөздер жүреді, олар жаңағы миссионер болған, олар жаңағы дінсіз болған деген сияқты дүниелер айтылып жатады.
бірақ біз жаңағы өздерінің мақалаларынан, өздерінің еңбектерінен, басқа кісілердің, сол кісілерді зерттеушілердің шығармаларынан оқып білетініміз, ол кісілер ешқандай да миссионер болмаған, ешқандай да дінсіз болмаған, керісінше мұсылмандықты белгілі бір деңгейде дұрыс ұстанған, мұсылмандықтан, ислам ілімінен белгілі бір деңгейде жаңағы білімдері болғандығын көре аламыз. Себебі бізде қазір кез келген жаңағы 20 ғасырға дейінгі әдебиетті ашып қалатын болсақ, біздің бүгінде көзі ақсақалдарымыз еңбектерін қарайтын болсақ, ауыл молдасынан сауат ашты деген тіркесті міндетті түрде көреміз. Өйткені сол кезде алғашқы оқу сол ауыл молдасынан хаттанып сауат ашумен басталған, ары қарай медресеге кетеді, немесе жаңағы алаш арыстарының өзі ауыл молдасынан сауат ашып медресеге кетіп, медресе бітіріп, одан кейін жаңағы училище, басқа университеттерге түскендері бар, немесе жаңағы ауыл молдасынан сауат ашқаннан кейін барып басқа мектептерде оқығаны бар. Сосын бізде алаштықтардың тұсындағы мектептерде ислам діні қатар оқытылған. Мысалы, училищенің өзінде жаңағы Әлихан Бөкейхан туралы естеліктерде келеді. Училищенің өзінде ислам діні сабағы болған. Бұл сабақтан Әлихан Бөкейханұлы мұсылман болғаны үшін ислам діні сабағынан босатылды деп жазылады. Ол жай ғана мұсылман болған үшін босатылмаған да, бірақ ол сабақты білетін. Мысалы, қазіргі таңда да бір оқушыны немесе шәкіртті сабақтан босататын болса, ол сол пән бойынша білімділігі үшін босатылады ғой. Тура сол сияқты ол үшін солай босатылған. Демек, біз бұдан білетініміз, енді басқа алаштықтарды сұхбат барысында айтып отырамыз. Бірақ бір ауыз сөзбен түйіндегенде алаш арыстарының ешқайсысы, енді арасында болды ғой, жаңағы миссионерлер болды, немесе солардың сапына өтіп кеткендер болды. Әли Жангелдин деген сияқты. Оларды алаш арыстарының қатарына жатқыза алмаймыз. Былайша айтқанда. Сол себепті біз танитын және осы бүгінгі Қазақстанның құрылуы жолында еңбек еткен алаштықтардың ешқайсысы бір діннен жырақ, діннен алыс, немесе дінді жек көретін, діни ұстанымы басқа тұлғалар болмаған. Түсінікті. Енді жаңағыдай қиын кезең дедік, басқа дедік, бірақ сіздің айтуынша ол кездері жаңағы Әлиханның мектеп оқыған кезде исламтану болған, деген пәндер болған. Түсінікті. Ал жалпы осы алаш зиялыларын енді қалай айтсақ болады? Мысалы, Құдай тағаланың белгілі бір жаратқан адамдары болады, өзінің сүйікті құлдары. Енді ол пайғамбармен емес, ары қарай әулиелер бар, ақын хазіреттер бар, мысалы ғаламдар бар, білім жолында өзінің жаңағыдай өмірін арнаған. Алаш арыстары да сондай сүйікті құлдардан ба? Солай деп айтуға болады. Негіз бар ғой. Себебі халыққа қызмет дейтін сөз бар біздің қазақстанда. Ол деген сөз кез келген өзі мұсылмандықтың өзі сондай. Мұсылмандықтың өзі Ахмет Байтұрсынның бір сөзі бар, дәлме-дәл мәтін есімде жоқ, бірақ жаңағы қиналғанда қарасу, қысылған жерде көмектесу нағыз мұсылманшылықтың белгісі еді деп айтады да. Ол деген сөз. Сосын жаңағы Әлихан Бөкейханұлы жаңағы Құран кәрімдегі сендер ең жақсы көрген дүниелеріңді сарп етпейінше, Алла жолына жұмсамайынша сүйікті бола алмайсыңдар деген сияқты аяттарды келтіре отырып, Алла тағала бізді соған шақырып жатыр. Демек, біз ең жақсы көрген сүйікті дүниелерімізбенен халыққа қызмет етуіміз керек деп, бүкіл айналасындағы жастарды, мемлекетшіл, отаншыл жастарды халықтың игілігі жолында барын арнауға шақырады. Және өзі де соны жасады ғой. Бүкіл ғұмырын арнады, барын салды, ештеңеден тайынған жоқ. Бар мақсаттар, жалғыз-ақ мақсаттар болды. Ел жолында, елдіктің жолында, тәуелсіздіктің жолында, ұлт тұтастығының жолында еңбек ету болды. Ал ол деген сөз Алла тағаланың сүйікті құлы бола алды деген сөз. Жаңағы қазақта сөз бар ғой, 40-тың бірі қызыр. Олар сол еңбектері арқылы Алла тағаланың досы болады деп айтуға болады. Мысалы, әулие деп жатамыз ғой. Әулие деген кім? Әулие деген Алла тағаланың досы. Алла тағала досқа мұқтаж емес. Бірақ Алла тағала Алланың берген нығметтеріне шүкір ете отырып, адамзатқа пайдасын тигізген, өзін тани отырып, адамзатқа пайдасын тигізген адамдарды Алланың досы деп айтуға болады. Себебі Алла тағаланың
адамзатқа берген негізгі құндылықтарын бойына сіңіріп соны халыққа таратып жүр деген сөз. Түсінікті, рахмет. Енді алаш зиялыларынан жаңағы Әлихан Ахмет Байтұрсынұлы бар. Сіз енді қайсының шығармашылығына, өміріне жақынырақ таныссыз? Жалпы менің негізі осы Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынның өмірі болсын, ол кісінің шығармашылығы, еңбектері, сол жағынан жақсы таныспын. Өмірінен бір бөлісе кетіңіз. Ол кісінің қандай көпшілік біле бермейтін, әлі күнге дейін енді барлығы бірдей, бүгінде әдебиетті оқыса да, басқаны оқыса да, бірақ сіз бен бізге ар жақ кітаптың тереңінде жатқан ұғымдар, түсініктер бар ғой. Біз тек бер жағымен тақырыппен танысамыз да, бергі әйтеуір туған жылын, айын, күнін қараймыз, қандай еңбектері бар екен білеміз, бірақ тереңіне үңілмей жатамыз. Біз білмейтін Ахмет Байтұрсынұлы қандай негізгі? Ахмет Байтұрсынұлы қазір енді біздің қазақ халқының берген керемет атауы бар. Ахмет Байтұрсынұлы ұлт ұстазы деген. Биыл ұлт ұстазының туғанына 150 жыл болды. Соны ЮНЕСКО деңгейінде тойлап жатыр. Жалпы Ахмет Байтұрсынұлы ол кісі жаңа айтып өттік қой, жан-жақты болған. Еңбектері де осы қазақ мүддесі үшін, қазақтың балалары үшін, жалпы қазақтың сауатын ашуға үлкен үлес қосқан. Сонымен қатар ол кісінің отбасында айтып өтуге болады. Ахмет Байтұрсынның енді көпшілік біле бермейтін бір қызық хикаясы бар. Ол кісінің жары Александра Ивановна, ол кісінің ұлты христиан болған. Енді осы қазір тақырыпта осыған байланысты болғаннан кейін осы жөнінде айтып өтейін. Діні христиан болған. Екеуі үйленетін кезде Ахмет Байтұрсынұлы некесін қиып, екеуі Троицкаға барып некесін қияды. Содан кейін Бадрисафа Александра Ивановна мұсылман дінін қабылдайды, ислам дінін қабылдайды. Одан соң Ахмет Байтұрсынұлы оған Бадрисафа Мұхаммед Садық қызы деген есім береді. Бадрисафа деген есім береді. Яғни Бадрисафа деген араб тілінен аударғанда бадруын толған ай секілді, сафа саф алтындай таза. Яғни Бадрисафаның Ахмет Байтұрсынұлы жалпы ғұмырында 5 рет түрмеге түскен, 2 рет жер аударылған. Сол ғұмырында Бадрисафа апамыз Ахметке адал болып өткен кісі. Және Ахметтің артынан хат жазып, ол кісіні іздеген. Үнемі оған қолдау көрсетіп отырған. Сондықтан да Ахмет сонымен қатар ислам дінін қабылдаған кезде Бадрисафа көп кісілер қарсы болған екен. Екеуінің үйленуіне жалпы қарсы болған екен. Сол кезде Ахметтің мынадай керемет бір өлеңі бар. Сұрасаңыз, есімі Александра Ивановна. Ризамын Құдайдың оны маған қиғанына. Бір кәпірді мұсылман қып салып тансам, тұрмай ма 10 молданың иманына деп жауап берген екен. Яғни бұның өзі ол кісілердің бір-біріне деген махаббатына, адалдығы, кейіннен осылай ислам дінін қабылдағаны Бадрисафа апамыздың да Ахметке деген адалдығын білдіреді. Жалпы көпшілік біле бермейтін бір хикаяның бірі осы Ахмет жөнінде. Түсінікті. Енді алаштың қай өкілін алсақ та, оның жаңағыдай еңбегін болмаса бір атқарған қызметін жай ғана бір осындай сұхбат үстінде айта салып аяқтау қиын. Себебі қарапайым бір ғана идеологияны жүзеге асыру үшін, бір ғана мақсатты қол жеткізу үшін мақсатқа олар түгел ғұмырын арнады. Ақыры жанын қиды, мысалға сол бір қиыншылыққа төзе алмай, сол бір саясаттың дегеніне көне алмағасын, амал жоқ. Сол кездегі билік сондай бір өкінішті қадамдарға барды. Енді сол кездегі ол кісілердің тақуалығы, сол кездегі күнделікті болмысы, мысалға бүгінде енді барлығымызға үлгі, өнеге, темірқазық былайша айтсақ. Ал енді біз бүгінгі қоғам өкілдері, ішінде үлкен де бармыз, жасы да бармыз, алаш зиялыларының қадір қасиетін толықтай түсініп, солардың аманатын дұрыс арқалап келеміз бе өзі? Не деуге болады? Әрине жоқ. Себебі алаш арыстарының еңбектерінің, ұшан теңіз еңбектерінің өзі толық халыққа ұсынылған жоқ әлі. Толық зерттелген де жоқ ол. Мысалы, әлі күнге дейін оларды құдайсыз деп жүрген адамдар бар. Әлі күнге дейін олардың дініне күмәнмен қарайтын адамдар бар. Әлі күнге дейін олардың қай жылдар қандай қызмет етті, қай жерде қызмет етті, пікір қайшылықтары қалай туындады, мысалы
кейбір архив құжаттарында бір-бірінің үстінен жаңа арыз жазды деген деректер кездесіп жатады. Мысалы оны заман және мекен тұрғысынан да қарауға тура келеді. Ол жазуға мәжбүр болды ма, әлде оны жаңағы соққыға жығып өлтіріп алып келіп қолын қойғызып алды ма, әлде басқа, білмейміз біз. Себебі ол заман сондай бір қиын заман болды, және қиын заманда сондай тұлғалар туылды бір қазаға. Бүгінгі таңда егер сондай тұлғалар бүгінгі таңда туылып, бүгінгі таңда қызмет еткенде біз әлемнің алдына шығып кететін едік. Ол ешқандай бір көмкеріліп қалатындай емес, бір айдан анық күннен жарық ақиқатта. Өйткені олардың интеллектуалдығы әлем мойындаған интеллектуалдық. Олардың біреусінің өзі, бір алаш арысының өзі бір мемлекетті аяққа тұрғызып әлемнің алдына шығарып жіберуге жететіндей қарым-қабілеті болды. Оларда жаңағы Жансая ханым айтқан сияқты бір басында бірнеше өнер, бір басында бірнеше мамандық, түрлі сала бойынша қызмет атқарды. Заң болса заң жүзінде, басқа діни тұрғыдан болса діни тұрғыдан, кез келген салада ілімге жүйрік болды. Сол себепті олардың жаңағы тіпті ақталып та үлгерді деп айтуға келмейді. Толық еңбектегерде қамтылып үлгерген жоқ. Болашақта бұл нәрсе енді әлі де зерттелу үстінде. Бұған жаңа кедергі келтіріп отырған бір мәселе олардың еңбектерінің жойылып кеткендігі бар, қолжетімсіздігі бар. Жойылғаннан тыс жаңағы өртелген, жаңағыдай тәркіленген деген сияқты табу қиын архивтерде жатыр. Оған архивке кіру үшін де құжат керек. Немесе соны зерттеуге қарым-қабілеттің жетпеу, маманның тапшылығы. Енді олардың жазған еңбектері біздің жаңағы кирилл нұсқасында емес, төте жазуда немесе шағатай жазуында деген сияқты дүниелер ғой. Сол себепті әлде зерттеу күтіп отырған алаштықтардың еңбегі бар, және зерттеу күтіп отырған алаштықтар да бар. Елге танымал емес, беймәлім, әлі күнге дейін атын халық біле бермейтін. Біз қазір алаш арыстары десе жаңағы Әлихан Бастатқан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, сосын Қошеке Меңгер, бір 10 шақты адамның төңірегіне тоқталамыз. Негізі олар жүздеп, мыңдап көп болған, аттары аталмай қалғандар бар. Әрбір өңірдің бұл негізі ең жеңіл түрі, сол әрбір өңір өзінен шыққан алаш арыстарын түгендесе, сосын орталыққа жинаса, сол жеңілдеу болатын шығар. Бәлкім. Енді барлығының миссиясы бір ғой, жаңағы тәуелсіз қазақ елін, қазақияны құру. Енді өкінішке қарай олар түбегейлі сол мақсатқа жетіп көздері көрмей кетті. Бірақ бүгінгі біздің қоғамға не жетпейді? Біз осы қауымнан, осы енді ғалымдар, белгілі тұлғалардан біз не алуымыз керек, не үйренуіміз керек? Бүгінгі таңда біздің жастарға болсын, жалпы бізге рух жетпейтін сияқты. Мен көп жағдайда ойланам, осы кісілердің еңбектерін оқып отырған кезде, бұлар соншама қиындық көрді. Мысалы, жаңа Брахметтің өзін айтып отырмын ғой, 5 рет түрмеге түсті, 2 рет жер аударылған. Жер аударылып жүрсе де, олар түрмеде отырып болсын еңбектер жазды. Қазақ үшін түрмеде отырғанда да қаншама қойнына тығып отырып осы нелерін, еңбектерін жазып қалдырды. Соның өзінде олардың рухтары сынған жоқ. Соның өзінде соңына дейін ату жазасына кесілгенге дейін қазағым деп өтті. Ал қазіргі жастардың мысалы көп жағдайда біз сәл бір ауыр сөз айтсақ жылап қаламыз. Сәл бір ауыр сөз айтса суицид. Мысалы, мен соны көбіне ойлаймын, осы қазір жастар егерде осы алаштықтардың өлеңдерін, еңбектерін оқыса, сонда ондай қиын жағдайға бармас еді. Солардың өмір жолын оқыса, олардың қандай қиындық көргенін оқыса, онда қазіргі күндерімізге, қазіргі күнімізге біз шүкіршілік ететін едік. Бірақ көп жағдайда біз қазір басқа жаққа еліктеп жатамыз, енді ақпарат та көп бір жағы. Бірақ осы алаштықтардың бізге көбіне сол рух жетіспейді. Олардың өлеңдерін оқу керек, еңбектерін, өмір жолын оқу керек. Сонда бізде кішкене болсын алға жылжу болатын шығар деп ойлаймын. Түсінікті. Енді қазіргі қоғам құрылды. Еліміздің белгілі бір мемлекеттік жаңағыдай бағдарламалары, мемлекеттік саясаты бар. Жалпылама мемлекеттік саясат, мемлекеттік мүддесі осы өзіміздің ұстанатымызбен дін мен дәстүрдің өзара келіспей қалатын, өзара қарама-қайшылық болатын кездері бола ма?
Ондай болуы мүмкін бе? Негізі дін мен дәстүрді білмейтін, толық білмейтін, дұрыс пайымдай алмайтын адамдардың көзіне қайшы болып көрінетін сияқты маған. Себебі біздің ғасырлар бойы ұстанып келе жатқан ислам діні менен біздің салт дәстүріміздің арасында 90% қайшылық жоқ деп айтыламын. Арасында болуы мүмкін, ол қайшылықтың өзі заманның өтуіменен өзінің бастапқы мәнін жойғандықтан болуы мүмкін қайшылықтар. Мысалы, немесе дұрыс түсінбеуден, кеше құдайсыз 70 жылдық қоғамда дұрыс емес түсініктермен әйтеуір жетсе болды, осы біздің мәдениетіміз еді, әйтеуір осы біздің салтымыз еді, әдетіміз еді, ғұрпымыз еді деп жеткізіп, бүгінгі біздер оны дұрыс түсінбей, сондай бір қайшылықтар болуы мүмкін, көзге көрінбейтін қайшылықтар болуы мүмкін, немесе бір жаңағы дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді ғой. Сондай тозығы жеткен бір дәстүрлер қайшы келіп жатпаса, бір 90% салт дәстүрімізбен дініміз ұштасқан деп айтуға болады. Себебі біздің қазақтың кемеңгерлігі, ұлылығы, парасаттылығы сонда, олар жаңағы бір-екі күндігін немесе бүгінін ойламаған, олар болашағын ойлағанда, болашақта дінге соқтығысқан жағдайда, дінне басқа дін тарапынан жаңағы соққы болған жағдайда, ол біздің мәдениетіміз еді, дәстүріміз еді, салтымыз еді деп, әдет ғұрпымыз еді деп сақтап қалу мақсатында мүмкін діннің құндылықтарын, ислам дінінің құндылықтарын, шариғаттың заңдылықтарын салт дәстүріне сіңіріп жіберген сияқты. Себебі біз оны кешегі Тәуке ханның 7 жарғысынан да байқай аламыз. Былай қарасаң, шариғат негізіне сай, бірақ шариғаттың дәлме-дәл жазасы немесе дәлме-дәл бекіткен амалдары емес, бірақ соған ұқсайды. Себебі халықтың деңгейіне қарай, халықтың жағдайына қарай жеңілдетіп берген. Және сол жергілікті халықтың, ұлттың өзінің жаңағы түсінігіне қарай, мәдениетіне қарай, әдет ғұрпына қарай бейімдеп берген. Сол арқылы ислам дінін халықтың бойына ешқандай оны уағыздап, насихаттап, сен мынаны бүйтпесең болмайды деген сияқты нәрселермен емес, керемет кемелдікпен, парасаттылықпен, жаңағы көркемдікпенен салт дәстүріне, бүкіл өміріне, болмысына сіңіріп жібере салған да. Сол себепті бұл аралықта негізінде қайшылық жоқ деп айтуға болады, бірақ қайшылық жаңағыдай білместіктен болады. Біреулер дәстүрді көріп, мынау дінде жазылмаған ғой, сол нәрсе дұрыс емес, ең жаңағы адамның аузы күйетін жері сонда. Бізде мысалы бір салт дәстүрлердің негізі шариғатта жоқ деп айта салуы мүмкін, бірақ шариғатты ешкім түбін тесіп, жаңағы түгелдей оқып тауыспаған ғой. Біздің ата-бабамыз, менің байқағаным, осы уақытқа дейін байқағаным, кез келген бір салт дәстүр, әдет ғұрып, арам тыйым болатын болса, соның негізі бір түптің түбінде бір әлсіз хадиске болса да барып тірелетіндігін байқадым. Ал ол хадистерді біз оқымаған болуымыз мүмкін. Маман ретінде маман болсақ та, өйткені біз 4 жылдың ішінде бүкіл хадисті жаттап алмаймыз. Бүкіл Құранның жаңағы не айтқанын, бүкіл тәпсірлер, оның бәрін оқып тауыса алмаймыз. Сол үшін жаңағы біз естімеген дүниеміз кейде ол болмайды деп айта саламыз, немесе ол шариғатта жоқ деп айта салатын сияқтымыз. Мысалы, қарапайым бір мысал келтіре кетейін. Мынау қазақта жаңағы ат кекілін кесу дейтін жосым бар. Ол бет көріспейтін адамның істейтін тірлігі. Бет көріспеймін, болды енді мен сеніменен өмір бойы татуласпаймын деген адам ат кекілін кесіп ажырасады. Былайғы жайшылық уақытта аттың кекілін кесуге болмайды, жаман болады қазақта. Сол нәрсені енді менен біреу келіп сұраса бұрындары, шариғатта бар ма, бұл не үшін десе, мен айтуым мүмкін, ол дәстүр шариғатта жоқ негізі деп айтуым мүмкін. Ал қазір? Ал маған бір жігіт, өзімізбен бірге оқыған бір жігіт жіберіп тұр, осы жылқыға байланысты қазақта қандай дәстүрлер бар білесіз бе? Аттың кекілін кесуге болмайды, солай деп айтып жатырмын да. Хадистер бар екенін білесіз бе? Жоқ, білмеймін десем, хадис жіберді маған. Аттың кекіліне қиямет күніне дейін береке байланған деген хадис бар екен. Қазақ неге жаңағы берекесі кеткен екі қазақ аттың кекілін кесіп ажырасады десе, болды, осымен берекеміз тоқтат, енді қайтып татуласпаймыз деген мағынада. Енді хикмет жатыр дейсіз. Қарап отырсаң, біздің қазақтың жаман болады, обал болады, сауап болады деген дүниелер бар ғой. Соның барлығында қазақ түсіндіріп отырмаған. Сен неге мынаны істемейсің, бұл шариғатта мынадай деп отырмаған. Жаман болады, кесіп тастаған болды.
мысалы біздің күнделікті өмірде жаңағы аталарымыздың апаларымыздың айтып отыратын нанның қоқымын баспа, көк шөпті жұлма, есікті керме, үстінде тұрған киімді тікпе деген дүниелер бар ғой. Бұл дүниелер ислам ғұламалары тарапынан жазылған әдеп кітаптарында. Негізі бір қызық, негізі бір керемет кемеңгер халықпыз негізі біз. Басқа халықтар оны әдеп ретінде оқиды. Киімді жаңағы үстінде тұрған киімді тігуге болмайды, оған ине қадауға болмайды, есікті керуге болмайды, табалдырықта отыруға болмайды. Ол жаман болады, ол кедейлік әкеледі деп оқытады оны. Бізде қазақ оны оқытпайды. Жаман болады ол. Ал соның барлығы негізі сол шариғатта бар екен, ол нәрселердің барлығы кедейлікке апаратын амалдар ретінде көрсетілген екен. Біздің жаңағы ислам әлеміндегі кітаптарда сол дүниелер жазылған. Бірақ ол бізге оқытылмайды. Ал халық, біздің қазақ халқы оны білген, және оны ислам дінінде сен нанның қоқымын басып кетсең кедей болып қалады екенсің деп айтпағанда, нанның қоқымын баспа жаман болады. Нанның күйігін же бай болып кетесің деп айтатын. Нанның күйген жерін кесіп беретін. Біз өзіміз құмарланып соны жейтінбіз. Мен байып кетейінші деп нанның күйген жейтінбіз. Ондағы мақсат біріншіден сырап болмау, обал сауап деген дүниелер. Одан кейін жаңа нанның қоқымы, енді жаңа нанның күйігі желінбей қалса табанға тапталады ғой, басылады, бүйтеді, кедейлікке апаратын амалдар екен да ол. Сөйтіп салт дәстүрмен, әдет ғұрппен солай жеткізіп берген. Енді бұның қай жерінен сіз қайшылық көруіңіз мүмкін, мысалы. Керісінше біздікі байытқан да оны. Сол үшін жаңағы дін араб өлкесінде келген, түркі дүниесінде дамыған деген сөз табылған. Түркі әлемі жалпы ислам дінінің көркеюіне, гүлденуіне және ислам дінінің ішкі жан дүниесіменен қабылдаған халықпыз біз. Тек қана сыртқы көрінісін парыздар, арам нәрселер, адал дүниелер деп тоқталмағанда біздің халық. Біздің халық діннің жанын түсінген және өзіне сіңірген. Сол арқылы біздің халықта әулие көп, біздің халықта жаңағы ишан көп, ақын көп, ғұламалар көп. Әсіресе Маңғыстау жерінде көп. Әсіресе Маңғыстауда әулиелі жер деп айтылады. Енді Жансая ханым, қазақ әдебиетіне бүгін қандай да бір өзгеріс керек пе? Осы енді алаш зиялылар деп жатырмыз ғой, жаңа өзіміз білетін Әлихан Бөкейхан, жаңағы Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, қасында қаз-қатар енді бір 10-20-ға жуық азаматтың есімі нақты аталған. Ары қарай да басқалар бар. Оларға дейінгілер бар, мысалы біздің билеріміз бар. Кезінде көшті бастаған, сөзді бастаған, мысалға небір сөз шеберлері болған. Одан қалса жаңадай әулиелік тұста да бір ерекше Құдайдың жаратқан адамдары болған. Осыларды насихаттау барысында, осыларға бір бүгінгі қоғамға сіңімді болатындай, бүгінгі қоғам солардың еңбегін, солардың жұмысын бағалап, әрі солардың тереңіне, мағынасына жете алатындай қандай өзгеріс керек, не істеуіміз керек, қалай насихаттауымыз керек. Себебі біз енді жаңағыдай Әлиханның 100 жылдығы, болмаса Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы деп тек белгілі бір күнмен, белгілі бір датамен шектеліп қалсақ, ол аздық ететін сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Айтасы. Бізде шынымен солай 150 жылдығы дейміз, ой дүркіретіп өткіземіз, бір жыл ары кетсе, одан кейін ұмытылады. Шын мәнісінде солай. Енді қазіргі дамыған заманда, интернет дамыған заманда ол көбіне сол әлеуметтік желі арқылы ең бірінші солай дамыту керек шығар. Одан соң мәселен ол кісілердің өлеңдерінен осындай үлгі болатын жаңа айтып жатырмыз ғой, мысалы Ахмет Байтұрсынұлының, осы Әлихан Бөкейханның қаншама керемет сөздері бар. Олардың барлығын осылай дұрыстап шын мәнісінде насихаттасақ, әлеуметтік желіде ең көбіне осы Инстаграм желісінде әсіресе жастардың енді бар блогтар көп Инстаграм желісінде, бірақ белгілі деңгейде әлі де насихатталмай жатыр, өкінішке қарай. Өйткені оның бір жағы, бізде қазір ақпарат көп болғанымен, оның ішінде де қайшылықты мәселелер өте көп. Интернетте де, мысалы, мен көбіне интернетте осы кісілердің өмірбаянын оқып отырған кезде көбіне қате пікірлер жүреді. Оның барлығы қайдан? Оның барлығы дұрыс кітаптан дұрыс ақпараттың алынбағандығы. Одан кейін жаңағыдай шынымен де қайшылық туындайды. Ол кісі мұсылман болған ба, шынымен ислам дінін ұстанған ба деген сияқты
қазір енді көп жағдайда біз негатив жағына кетіп жатырмыз. Ал енді осыны дұрыс жағына қарай осы әлеуметтік әсіресе TikTok, осы Instagram желісі арқылы дамытқан дұрыс шығар деп ойлаймын. Енді ол жерде де ақпарат аздау сияқты. Жалпы өзіңіз тарих мамансыз ғой, қазір облыстық музейде. Тарихқа қызығатын жастар, жасөспірімдер көп па? Тарихқа қызығатын жастар көп деп айта алмаймын, енді баршылық, бірақ аз. Қазір енді жастардың оның үстіне кітап оқуға да жастардың аса көп ынтасы жоқ. Көбіне осы әсіресе интернеттен оқи салу деген сияқты жеңіл нәрселерге көп құмартып кеткенбіз. Бір өкініштісі ізденгіміз келмейді. Мысалы кітапханаға барған кезде оқырмандар аз. Бұның барлығы енді осы кісілердің белгілі деңгейде әлі де насихатталмай жатқаны. Мысалы кеше бір Астанаға барған кезде Сәкен Сейфуллин музейіне бардық. Неден Instagram желісіне қарасақ оқырмандары да аз. Яғни олардың әлі де осы музейлерде, музей мамандарының ішінде осылай оларды насихаттап отыратын, мысалы Кекілбаев музейінде істесем, сол музейді насихаттап отыратын мамандар, осы СММ жөніндегі мамандар көп деп тартылса, онда осы музейлер арқылы болсын, жандай белгілі бір сондай мекемелер арқылы болсын, көптеп сондай мамандар тартылса, мамандар болғанда қандай СММ ғана емес, соны білетін, мысалы тарих болса, тарихты білетін маман тартылса, онда көпшілікке, оқырманға жақсы тарайтын еді ол. Ал өкінішке қарай бізде ондай жоқ әзірге. Ондай көптеп кездестірмедік. Сондықтан да ол кісілердің әлі де, мысалы қаншама музейлерде керемет дүниелер бар, бірақ оны әлі күнге дейін дұрыс жеткізіліп жатқан жоқ интернетке. Егер жеткізілген болса, жақсы осындай рекламалар көп қой қазір. Сол жөнінде, мысалы, директорлар болсын, біз әлі көп жағдайда бұрынғы заманмен қалып кеткенбіз. Жан-жағымызға ғана бір студенттерді шақырып аламыз, университеттің студенттерін шақырып жиын өткізе саламыз деген сияқты. Ал енді соны Инстаграммен жастардың сондай көп табылатын жеріне, одан да қызығушы топты көбірек шақырған жақсы. Былай жаңағы біреуді мәжбүрлеп алып келгеннен дейсіз ғой. Сол жағынан да қиын негізі. Бізде енді ол тек қана әдебиетте емес, жалпы бір түсініксіз бір жиналыстарда да сондай болады ғой өзі. Бір белгілі бір кісіге қарап айлық алатын кісілерді мәжбүрлеп отырғызып қояды. Ол қабылдаса да қабылдамаса да мысалға. Дұрыс айтасыз, сол қызығушы топты көбіне шақырған. Ал ол үшін жаңағыдай маман, сол өзінің маманын көптеп тартса, онда көбірек негізі жастар қазір өздерінің қай бағытқа баратынын білмей жүрген жастар өте көп. Мүмкін осындай бір алаштықтардың еңбектерін насихаттайтын жастар табылатын шығар, арасынан қызығып өздері келетін шығар. Мен осыны СММ жөнінде жүргізейінші деген сияқты. Сол арқылы мүмкін біз әлемге танылатын шығармыз. Мысалы, әлемде қаншама керемет музейлер бар мысалға. Соның барлығы танылып жатыр бізге. Ал бірақ біздікі әлі өкінішке қарай сол 1000 оқырман, 500 оқырман сондаймен қалып қалған. Біз өзі қазір мына бір кемшіл тұсымыз, шетелде жалпылама біз жаңағыдай мәдениетті демалу деген ұғымды дұрыс түсінбейтін сияқтымыз. Біз жаңа шетел асу керек болса, міндетті түрде енді өзіміз Қарт Каспий жағасында болғасын, теңіз бізге аса бір жаңалық бола қоймас. Бірақ жаңағыдай бір құмды Сахараны көріп, жаңағыдай теңізді көріп, дүкен аралап, бір биік ғимараттарын ғана көрумен, солардың айналасына бір суретке түсумен шектелеміз да. Бірақ жаңағыдай шетелдегі мысалға италиялықтардың өздерінің жаңағы амфитеатрлары бар, мысалы кезіндегі, болмаса басқа бір шетелдерде сондай бір тарихи, мәдени ошақтарына барып, біз оларды зерттеуіміз өкінішке қарай бір жолға қойылмаған сияқты еді. Менің ойым, өйткені менің өз айналамда енді мен көп шетелге шықпаған азаматпын, бірақ шетелге шыққан өзімнің таныстарымды, туыстарымды көрген кезде біз көңіл көтеретін жерге құмармыз да. Бірақ мына санамызды кеңейтетін, өзгенің мәдениетін сіңіретіндей жерге өкінішке қарай бармаймыз. Бізде рухтың төмендігі сол болып тұр бір жағы. Сосын жаңағыдай не жоқ, жарнама жоқ көп жағдайда. Содан кейін көбіне біз одан кейін блогерлерде бізде көбіне жастар жаңағыдай сондай тамақ ішетінін көрсететін, қай жерге киім киюге баратынын сатып алуға көрсететін блогерлерге, соларға көбіне жазылып алғаннан кейін әрине осындай мәдени орталықтар шет қалып жатады. Ал енді сондай мәдени орталықты осындай өзінің мамандары қолға алып отырса, онда жастар негізі келеді. Түсінікті. Ереке, мынаны айтыңызшы, Алаштың болсын, Алашқа дейінгілер болсын,
барлығының бір мақсаты жаңағы мемлекетті құруға. Біз енді Құдайға шүкір қазір өзіміздің тәуелсіз мемлекетіміз бар. Өзіміздің белгіленген мемлекеттік мерекелеріміз бар. Бірақ сол мемлекеттік мерекелердің өзін бір қарсы келетіндер, болмаса мынау дұрыс, мынау бұрыс деп айыптайтындай, бұл бізде болмау керек деген секілді сыни пікір айтатындар көп. Жалпы мемлекеттік мүдде дегеннің өзіне және ол дінге не себепті қайшылықтар болуы мүмкін. Мысалы біздің өзіміздің енді тәуелсіздік күніміз, ол енді қанмен, жанмен келген бір былайша айтқанда бақ қой бізге. Биылдан бастап президентіміз қайтадан республика күнін жаңғыртты. Мысалы сондай бір мемлекеттік мерекелердің дінге қандай қайшылығы бар? Бұл жерде мына бір хадиске қадалатын кісілер бар. Ол хадис негізі мағынасын кішкене кеңдеу түсіну керек оның. Ол хадисте жаңағы мұсылманның екі мерекесі бар дейді. Біреу ораза айт, біреу құрбан айт. Иә. Ол жерде мұсылмандардың деп тұр ғой. Демек бүкіл әлемдегі мұсылмандарға ортақ мереке деген сөз. Ол деген сөз мұсылмандар тек қана осы екі мерекені тойлау керек деген мағына шықпайды одан. Мұсылмандарға жалпы мұсылманға ортақ екі мереке бар. Ал қалған мерекелер ол ұлттық мереке болуы мүмкін, мемлекеттік мереке болуы мүмкін. Мемлекет болғаннан кейін, мемлекеттің рәміздері болғаннан кейін оның міндетті түрде атаулы күндері болу керек қой. Ал ол атаулы күндер ешқандай да бір шариғатқа қайшы келетіндей ештеңе жасалып жатқан жоқ ол жерде. Және оны дінменен шатастырудың керегі жоқ. Дінде бұның үкімі қалай екен? Ол жерде түсінемін жаңағыдай арақ шарап, аста төк арақ шарап құйылып бір тойлануы шариғатқа қайшы келетін болса, тойлану мысалы анау Хеллоуин күні деген ба, сол бар ғой, сол сияқты дүниелер болатын болса, кәдімгі шариғаттың шарттарына түбегейлі қарсы шығатын және сол жоққа шығаратындай деңгейдегі мерекелер болатын болса, ол сірә түсінікті. Ал жаңағыдай тәуелсіздік мерекесі, Наурыз мерекесі деген сияқты біздің жаңағы мерекелеріміз жаңағы дінге қатысы жоқ біріншіден. Екіншіден, Алла тағала Құран кәрімде біз сендерді ұлыстарға бөліп жараттық деп өзі айтты. Демек, ұлттарға бөлінгеннен кейін ұлыстың өзіндік ерекшеліктері болу керек. Егер ерекшеліктері болмаса, Алла тағала не үшін оны бүкіл әлемдегі халықты бір ұлт жасай салмайды? Қолынан келеді ғой. Жаңа шамасы жетеді, құдіреті жетеді ғой. Ал оны жасап отқан жоқ. Ұлттарға және ұлыстарға бөлдік деп өзі Құдай тағала кәләмінде айтып тұр. Демек, оның өзіндік ерекшеліктері болады. Ерекшеліктері шариғатқа қайшы келмеген жағдайда шарттарына ешқандай да бір-біріне араластырмау керек. Бір-біріне араластырмау керек. Оның жаңағы әркім мысалы жаңа жылда жыр болады ғой. Ол жерде сен насихаттап отыруың керек емес. Ол жерде сен мысалы оны атап өту әдісі де өзіңе байланысты ғой. Атап, сен міндетті түрде шампан атып ата деп ешкім міндеттеп жатқан жоқ. Шырша айнал деп ешкім міндеттеп жатқан жоқ. Ол тек шақыртамын деп жатқан мемлекеттік мереке. Тойласаң, өзің білесің, отбасыңмен отыр да, тортыңды алып, шайыңды ішіп, 12-ні күтіп те шарт емес. Ертең жаңа жылға шайыңды іш, бір демалыстың себебімен сыйлық бер, қуан, болды. Ал оны жаңағыдай шатастырып, бәленің туған күн, Исаның туған күн ол күнде емес негізі. Ол басқа күн. Орыстар өз бөлек тойлайды ғой оны. Сол үшін бұл жылдың ауысуы. Күнтізбенің ауысуы. Ырым ретінде мүмкін жаңағыдай жылдың басы қалай басталса солай болады деп айтып жатады ғой. Ол жерде бір ешқандай да жаңағыдай шариғатқа томпақ келетін немесе ол діни мереке ретінде саналған мереке емес. Ол бүкіл әлем тойлайтын халықаралық мереке. Тойламасаң, тойлама, ешкім жаңағыдай зорлық қылмайды деген сияқты ғой. Түсінікті, жақсы. Енді біздің де сұхбатты бастағанымызға біраз уақыт өткен. Сол себеп тақырыпты қорытындылайық. Жалпы енді мен енді бұл кісілердің тікелей еңбегімен, тікелей өмірбаянымен таныс болмағасын аса көп мәлімет айта алмаймын, бірақ енді сіздердің арқаларыңызда бүгінгі сұхбатты толықтырдық. Сондықтан түйіндейік. Соңғы сөз Жансая ханым, өзіңіз жалпы осы Алаштың тақырыбына қатысты, зиялы қауымның тақырыбына қатысты, қазақтың әдебиетіне қатысты, өзіңіздің жаңа айтып өткен қазақ руханиятына қатысты алып қосарыңыз болса, мархабат. Жалпы айтып отырмыз ғой, жаңа алаш арыстары осы жан-жақты болған,
олардың бір тағы да бір зор еңбегін осы айтып өтейінші, қазақ халқына қосқан үлесін. Осы алаштықтардың жаңағы мәселен кімнің Мағжан Жұмабаевтың педагогика еңбегін мүмкін жастар да көрер, ішінде осыны еңбектерге қызығып оқыр деген ниет қой. Осы педагогика еңбегінде Мағжан Жұмабаевтың педагогика еңбегі бала жөнінде, баланы тәрбиелеу, баланы қалай бесікке салу, баланы қалай шомылдыру, жалпы осы баланы қалай тәрбиелеу, ұлттың енді ұлттың дамуы осы кішкентай баладан басталады ғой, баланың тәрбиесінен. Сол жөнінде айтып өткен. Одан кейін Жүсіпбек Аймауытұлының психология еңбегі. Қазір енді көп жағдайда біз психологқа жүгініп жатамыз, көбіне қазіргі заманның ең былайша айтқанда тренді деп айтамыз ғой, психология болып жатыр ғой. Жүсіпбек Аймауытұлының психология еңбегі бұрынғы кезде олар қаншама 1920 жылдарда жазып кеткен осы еңбектің барлығын. Одан кейін Ахмет Байтұрсынның әдебиет танытқыш еңбегі. Біз қазіргі қолданып жүрген эссе деп айтып жүрміз ғой, халықаралық терминде. Ал ол кісі қазақ тіліне аударып кеткен, заманхат деп аударып кеткен, романды ұлы әңгіме деп аударып кеткен. Осы біздің диалогымызды сөйлеп отқан, сөйлестірген түр деп қазақша атап өткен. Неге біз солай ол кісілердің еңбектерін осылай қазақшаламасқа? Қаншама осындай алаш қайраткерлерінің еңбектері бар. Соларды ойлаймын қазіргі жастар мықтап соны бойына сіңірсек, оны насихаттасақ, онда біздің ұлтымыздың дамуы, алға жылжуы сонымен одан әрі қарай алға жылжиды деп ойлаймын. Сондықтан да қазір біздің рухымыздың төмен түсіп бара жатқаны осы алаштықтардың еңбектерімен дұрыс таныспауымыз шығар. Сондықтан жастарға айтарым, алаш арыстарының еңбектерін насихаттап, олардың еңбектерін оқиық деп айтқым келеді. Түсінікті, рахмет. Ереке, қорытынды сөз. Енді қорытынды сөзді кішкене мынау алаштықтардың діни ұстанымына байланысты кішігірім ақпарат бере кеткім келіп отыр, жалпылама. Енді уақытымыз өте қыс, мезгілде қыс. Негізі мынау алаштықтардың түсінде жаңа миссионерлер келе бастады деп айтып жатырмыз ғой. Солар болды деп. Қош Кемеңгерұлы айтады, 19 ғасырда қазақты шоқындыру саясаты басталды дейді. Саясаты болды дейді. Сол кезеңдерде жаңағы арнайы діни ошақтар салынған, шіркеу сияқты. Солар салынып, оларға кедей балаларды алды, қазақтың кедей кепшіктерінің балаларын ақысыз оқуға ала бастады дейді. Сол арқылы қазақ ортасынан миссионер тәрбиелеп шығуға атсалысты дейді, күш салды дейді, күш жұмсады дейді. Одан кейін тағы да Қош Кемеңгерұлы айтады, сол жылдарда, яғни жаңа миссионерлер келе бастаған жылдарда, бастарында шіркеулер сала бастаған. Одан енді біздің халық енді сірә түсінікті ғой, шіркеу деген нәрсеге жоламайды, оларды мұсылман ретінде есептемегендіктен олардан бойын аулақ ұстаған. Содан кейін олар саясатын басқаша өзгерткен екен. Қош Кемеңгерұлының айтуынша сол тұстарда мешіт сала бастады дейді. Мешіт сала бастады, сөйтіп сол мешіттерге өздері тәрбиелеген татар молдаларын қоя бастады дейді. Сол арқылы халықты миссионер етуге, сол тұстағы оқығысы келген жастарды, яғни қазақтың балдарын алып оқытып, татар молдаларының білімімен. Яғни татар молдалар өздерінің указной молдалары, өздерінің тәрбиелеген молдалар. Сол арқылы қазақтың дінін оқытуға ұмтылған. Бұл туралы кім жаңағы Міржақып Дулатұлы айтады, біздің ата бабамыз әуелде мұсылман деген дақпыртты доғару керек дейді. Доғаратын кезең келді дей келе жаңа миссионерлік туралы, жаңа қазақтың көп жерінде мешіт жоқ, жоқ болудың себебі поптары көп деген сияқты сөздерменен келтіріп сол тұстағы миссионерлер туралы, және де сол сөз арқылы мұсылмандықты ояту, тірілту керек екен, тек қана ата баба мұсылман деген нәрсені доғару керек екендігін халыққа үндеу жасайды. Сол тұстарда мысалы 1916-17 жылдары мынау Жетісу қазақ съезі болады. Сол Жетісу қазақ съезінде Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатұлы бастаған алаш арыстарының бастамасыменен съезде дін тақырыбына арналған арнайы бір пункт, арнайы бір жоба құрып, 4 баптан тұратын не дайындайды, хаттама дайындайды. Ол хаттамада жаңағы дін мемлекеттен бөлінген болу керек, діни рәсімдерді молдалар атқару керек,
ал сот жүйесі ол өз алдына жұмыс жасау керек деген сияқты бүгінгі таңдағы біздің зайырлы қоғам демократиялы мемлекеттің жобасын қалыптастырады. Ондағы мақсат молдалар мемлекеттен, жаңа Әлихандардың бастап отырған, көтеріп отырған мәселесі дін мемлекеттен бөлек деген дүниесі, мемлекет дінсіз болу керек дегенді айтқысы келмеген. Олар сол арқылы Әлиханның сөзі бар, егер молда мемлекеттен қаржыландырса, мемлекеттің сөзін сөйлеп кетеді. Сол себепті ол тәуелсіз болу керек дейді. Сол арқылы сол кезде жаңағы уақып қорлар арқылы халықтан түскен қаражатпенен қаржыландырып отырған молдаларды, сол арқылы діннің көркеюіне ол кісілер үлес қосқан. Және сондай саясат жүргізген ол кісілер, миссионерлерге қарсы. Олар айтады, біз жаңағы миссионерлердің немесе христиан дініменен тереземіз тең болуы үшін олар шіркеу салғаны сияқты біз де мешіттерді көбейтуіміз керек деген ұсыныстар айтқан алаш арыстары болған. Сол тұста сол нәрселерді қолға алған, мүмкіндігінше жасауға тырысқан. Әрине ол кездегі жаңағыдай қылышынан қан тамған кеңестік үкімет құдайсыз қоғам оған мүмкіндік бере қойған жоқ. Дей тұрғанмен сол қадамдарды жасауға тырысқан. Жаңа Міржақып Дулатұлы айтады ғой, әуелі үйренетін бір ғылымың өзіңнің мұсылманша дін ғылымың деген сияқты. Жаңа Ахмет Байтұрсынұлы айтады, қазақ дінге нашар күйден өткен, қазақты енді басқа дінге аударамын деу, құраурешілік деген сияқты сөздер айтады. Немесе Әлихан Бөкейхан айтады, құдайдан қорқыңдар, құдай деген қор болмас дейді. Қазақта сөз бар ғой, құдайдан қорықпағаннан қорық, құдай дегеннің екі бүйірі шығады, адам дегеннің екі көзі шығады деген сияқты сөздер. Сол сияқты сол тұстағы алаш арыстар, мысалы кімді айтайық, Мағжан Жұмабаев туралы, діні туралы бүгінде талас өте көп. Өйткені оның кейбір өлеңдері бар, бір шариғатқа келмейтін сияқты көрінетін да, бірақ ол қандай мақсатта және қай кезде жазылғандығын да қарау керек. Сұлтанмахмұтта да солай айтатындар бар. Мағжан Жұмабаев керек болатын болса Ғалия дейтін медресе, мынау Уфада Ғалия медресесін бітірген. Ғалия деген ұлы мәртебелі деген сөзді білдіретін араб сөзі ғой. Бірақ сол тұста медреселер бөлінген. Бастауыш медресе, ортаңғы медресе, ең жоғарғы медресе. Ғалия медресесіне кез келген адамның білімі жетіп оқи алмайтын болған. Қателеспесем Сұлтанмахмұт Торайғыров болу керек. Мен Ғалия медресесіне түсейін десем, оған білімім жетпегендіктен ол медресеге түсе алмадым дейді. Енді қараңыз, сол медресені Мағжан Жұмабаев бітірген. Одан кейін ең қызығы, жаңағы білімім жетпеді деп отырған кім? Сұлтанмахмұт Торайғыров. Сарыарқаның жаңбыры деген шығармасында 1987 жылы кірілшемен басылған еңбек. Сол еңбекте ол енді аударма ғой. Оған дейінгі кітапты өзі теріп жазған екен, өйткені мақаланың соңына теруші Сұлтанмахмұт Торайғыр деп жазып қояды. Сол кісі сол еңбегінде өзінің молдадан сабақ алып жатқанын, сауатты молдадан сабақ алып жатқанын, содан алған ілім білімін халыққа таратқысы келетіндігін айтады. Одан кейін сол жерде өзінің молдалық, сол медресені бітіргеннен кейін өзінің молдалық қызмет, ауылға келіп молдалық қызмет атқарғандығын сол жерде жазады. Енді қараңыз, молдалық қызмет атқарған, ол кезде молда деген кәдімгі білімі ұшан теңіз болады. Сол адам Ғалия медресесін оқуға түсе алмай қалған, білімі жетпеген, Мағжан Жұмабаев соны бітіріп тұр. Енді сіз айтып көріңіз, олардың діннен хабары болмаған, олар жаңағы қандай да бір тұстан айыптап көріңіз дейсіз. Сол дүниелерді көре тұра, олардың сондай білімін көре тұра, олар дінсіз болған немесе дін ұстанбаған деп айту ата-бабаларымыздың аруағына қиянат деп білемін. Сол себепті біз алаштықтарымызды ардақтауымыз керек, әспеттеуіміз керек, және оларды тек қана атымен мақтанып қоймай, жаңа Міржақып Дулатұлы айтқан сияқты біздің ата-бабамыз мұсылман болған деген дүниені желеу етпей, сол сияқты алаштықтар, біздің алаштықтар керемет болған деген сияқты дүние емес, олардың еңбегімен танысып, идеологиясын бойымызға сіңіріп, солар көрсеткен сара жолменен жүретін болсақ, Алла нәсіп етсе, біз мемлекетіміз көркейеді, дамиды, руханиятымыз өседі. Әумин. Солай ақ болсын. Ендеше қадірлі көрермен, енді уақытта біраз болған екен. Айтатын әңгіме көп, айтатын сөз көп. Бұл шығарылымды бір Әлиханның өзіне арнасақ та бұл уақыт аздық болар еді. Бұл шығарманы тіпті Ахмет Байтұрсынұлының өзінің өмірбаянына ғана, шығармашылықтан бөлек өміріне арнағанның өзі аздық болар еді. Бірақ енді бізге берілген уақыт осы, сондықтан әлі де осы тақырыпқа орала жатармыз, әлі де сіз білмейтін жақсы ғибратты оқиғалармен, мәліметтермен бөлісеміз деген ойдамыз. Осы хабардан өзіңізге қажетті ақпаратты аларсыздар. Амандықта, саулықта жолығайық.